Сәлем достар, сіздермен пайдалы арна каналы. Бұл арнада тек өміріңізге қажетті пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Қазіргі заманда электрондық цифрлық қолтаңбаны біз кез келген қызмет түрін қолдануда немесе операцияларды жүзеге асыруда қолданатын маңызды құралымыз. Көп жағдайда бір адамның атында бірнеше ЭЦП кілті бар, яғни мерзімі өтпей жатып, екіншісін, үшіншісін кез келген жағдайда алып, оның санын көбейте береді. Ал егерде сол ЭЦП кілттің біреуінің алаяқтардың қолына түсіп қалса, сіздің егофтағы жеке құжаттарыңызға немесе банктік операцияларыңызға оп-оңай қол жеткізеді. Сол себепті ұлттық куәландырушы орталығына сайтқа кіріп, өзіңіздің атыңыздағы барлық ЭЦП-ларды тексеріп, тек қана керекті біреуін қалдырып, қалғанына отзыв жасап, жойып жібергеніміз дұрыс болады. Ең алдымен сайтқа видеода көрсетілгендей өзімізге керекті қолданыстағы бір ғана ЭЦП-ны қалдырып, сол арқылы сайтқа кіреміз және де действующий деген кнопканы басып, қанша ЭЦП бар көріп аламыз. Жанындағы редактировать деген кнопканы басамыз. Осы жерден астыға қарай түскен кезде причина отзыва деген бар. Сол жерден себебін таңдаймыз. Басқан кезде бірнеше вариант шығады. Мен сертификат заменен дегенді таңдадым. Және де өзіңіздің аты жөніңіз тұрған жерге галочка қойып, келісім бересіз. Отозвать деген кнопканы басып, қолданыстағы қалдырған бір ЭЦП-ңыз бар, соны тауып, қол қойып, отзыв жасаймыз. Ваш сертификат успешно отозван деген осы жерде бізге хабарлама шығады. Жаңағы артқа қарай қайтып, барлық сертификаттардың тізімін қараған кезде оның статусы отозван болып шығып тұрады. Осылайша барлық қолданыстағы емес, қолданбайтын, мерзімі өтпеген барлық өздеріңіздің ЭЦП-ларыңызды күшін жойып, сақтық шараларын жасайсыз. Мен қолданыста тек қана бір ЭЦП қалдырдым және оның паролін өзіме қажетті етіп өзгертіп алдым. Себебі стандартты пароль кішкене қауіпсіздік тудырады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға көп рахмет.